Бауырым, менен андай план бар. Ағаның бар ғой, фарасын сүртеміз да, бері қарай шақырам, сен артынан барып, партымен астын ұрлайсың, мақұл ма? Жарайды. Кеттік. Аға, фараларыңыз сүрт берейік. Қанша теңге? 2-3 теңге. Жарайды. Ағаның айыры сондай ма, қара жіберіңізші. Болды, аға. Все, жарайсыңдар жігіттер. жылдың 10 айының қорытындысы бойынша кәмелетке толмағандардың қатысуымен жасалған 128 қылмыс тіркелді. Құқық бұзушылықтарды бірнеше мәрте жасаған үшін девиантты мінез-құлықты және ерекше режимде ұстайтын балалар мен жасөспірімдерге арналған арнайы мектепке 18 кәмелетке толмаған жасөспірім орналастырылып, 54 заңды өкіл ата-аналық құқықтарынан айырылды. Полиция департаменті ата-аналарды балаларына қатысты қырағы болуға және олардың бос уақытымен байланысын қадағалап, назардан тыс қалдырмауға шақырады.